Hello children, how is it going? Now let's start today's new lesson. Open your book on pages 117. The theme of your new lesson, Souvenirs around the world. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 117-ші бетін ашамыз. Әлемдегі сувенирлер деген тақырыпты өтетін боламыз. Exercise 1. Look at the souvenirs in the pictures. Which of these countries are they from? Яғни суреттегі сувенирлерді қараймыз және олар қай елден шыққан, соны табуымыз керек екен балалар. Ол үшін мәтінді оқимыз. Here are some popular souvenirs you can buy around the world while on holiday. Егер сен демалысқа басқа елге демалысқа барсаң, сен осы атақты сувенирлерді сатып ала аласың дейді. Hat. This is a hat from Mexico. It is a sombrero. Sombreros are very common in Mexico. Мынау шляпа бұл Мексикандық, Мексикадан шыққан деген секілді. Ол sombrero-ны мексикалықтар не істейді? Жаппай пайдаланады. Toy dolls, қуыршақ ойыншықтары. These are matryoshka dolls. They are from Russia. They are set of dolls, one inside the other. Бұл matryoshka деген қуыршақтар білесіздер, Бұл Россияда шыққан атақты қуыршақтар. Яғни бірінің ішіне бірі не істейді? Келеді. Бірінің ішіне бірі шығады, Келесі stuffed toy. This is a teddy bear. It has got a tartan scarf from Scotland. Tartan cloth is very popular in Scotland. Мына қонжық бұл Шотландиядан шыққан, яғни tartan cloth бұл Шотландияда өте танымал сувенир түр, танымал ойыншық екен. Mug. This is mug. It has got the flag of the United States of America on it. The USA flag has got stars and stripes. Now бізде бокал, Бұл бокал бізден Америка құрама штаттарынан шыққан. Онда бізде оның несі бар? Жалауы бар, яғни жұлдыздар және де жолақтар бар. Keyring. This is a keyring. It's a Big Ben, the clock tower. You can see Big Ben in London. Яғни Big Benнің формасындағы бізде бұл кілтке қадайтын, кілтке қадағыш, кілтке қадап қояды ғой, брелок дейма, сондай. Бұл Big Ben Лондоннан шыққан, Yurtbox, яғни Yurtbox бізде киіз үй қорабы. This is a leather box you like yurt. It's from Kazakhstan. Яғни бұл Бұлғардан жасалған киіз үй, бұл Қазақстаннан шыққан дейді балалар. Енді сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Сәйкестендіруді соған қарап та жазып алсаңыздар болады. Next exercise 2. Read the text and answer the questions. Яғни жаңа мәтінді біз оқыдық, мәліметті оқыдық. Енді соған байланысты мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Сол жауапты қарап жазып алсаңыздар болады, балалар. Next exercise 3. Make sentences like this about the souvenirs. Яғни бізге үлгі ретінде берілген. Мысалға, The sombrero is from Mexico. It's Mexican. Осы секілді сөйлемдерді жазуымыз керек, яғни сувенирлер туралы ақпарат жазуымыз керек. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыған қарап жазып алсаңыздар болады, балалар. Next exercise 4. Find and draw a map of country. Stick on pictures of souvenirs you can buy in various places. Write a few sentences about each. Display your poster to the class, дейді балалар. Яғни картаның суретін сал, немесе ол картаны еліңнің картасын тап дейді. Және де сол елінде сенің қандай атақты сувенирлерді алуға болады, сол туралы тауып, ақпаратты жинап, және де ол туралы біраз бізге ақпаратты айт дейді. Соны класста, сыныпта қорға дейді балалар. Сіздерге қысқаша қалдырдым. Бүгінгі сабақ ұнаса, балалар лайк басуды ұмытпаймыз. Goodbye.